Негізі бар ғой, бауырлар, өлең тыңдау жақсы шығар, бірақ өлеңдің барлығын жүрегіңізге тығып алмаңызшы, соны сол бір дискоман болмай қойсаңызшы. Біздің заманда сөйтіп айтатын еді, сондай сөз бар ма сіздерде, білмеймін, жастарда енді. Дискоман деген адам болатын. Таңнан қара кешке шейін музыкамен жүретін. Құлағына, енді сіздердің наушниктер мынандай ғой, ол мынадай наушник болатын, керемет. Жаңалдегі үлкен романтик деген магнитофон болатын. Жаңағы ананың өзі, штекерінің өзі де осындай саусақтай болып келеді. Сарт еткізіп салып қоясыз, сонымен екі құлақтан ұрады, мида еш нәрсе қалмайды. Соны дискоман дейтінбіз. Ондай болмай-ақ қойыңыз. Өлең өзінің орныменен болсын, одан гөрі көп Құран тыңдаңыз. Ішіңізді өлең сөзге толтырғаннан гөрі Құранға толтырыңыз. Өлең бір қари адамға өлең айтқан жараспайды. Менің жеке пікірім, менің ұстаздарымнан алған тәлімім. Өйткені Құран жаттап тұрған адам, Құран жаттап отыр, бүкіл 30 пара Құранды біліп, ой деп отса, сәулем ай деп ұят болып қалады.